Сәлем бәріңізге. Бұл Горизонта каналы. Кейбір адамдар суретін жанындай сақтайды. Өйткені онда өзінің бір бөлегі бар. Ал бүгінгі қыз сол суреттерін атасының ем ақшасы үшін бірін-бірін сатты. Жібек жолында тастармен бекітілген полотнолармен аяқтары ауырғанша тұрып сатты. Атасы берген кішкентай тастар ғана суреттерін ұстап тұрды, және сол тастар сәттілік әкелді. Бір күні қасынан өтіп бара жатқан миллиардер тоқтап қалды. Бос орындықтың суретіне. Ол тоқтамау керек еді, бірақ тоқтады. Аяғына дейін оқыңыз. Кейде өнер ешкімге арналмай салынады, бірақ дәл сол адамға жетеді. Қыз атасының емі үшін өз суреттерін сатты. Бір полотно қасынан өтіп бара жатқан миллиардердің назарын аударды. Картинаны жел ұшырып кетпесін деп, Айгерім оның бұрыштарын тастармен басып қойған еді. Кішкентай тастар жолдан терген, тегіс, сұрғылт. Атасы ұстап берген тастар. Мұнаулар сәттілік әкелет деп еді ол, балалық шақта, Іле өзенінің жағасында. Айгерім сол кезде сенген, қазірде сенгісі келді. Алматының Арбат деп аталатын Жібек жолы көшесінде сурет сату, ол ойлағандай оңай емес еді. Таңертең 8-де орын алып, кешке дейін тұру керек. Аяқтар ауырады, адамдар өтеді, қарайды, кейде тоқтайды, бірақ бірдеңе сұрамас бұрын бағасын біліп кетіп қалады. Қымбат екен деп сыбырлайды олар, өздері еститіндей етіп. Айгерім естиді, бірақ үндемейді. Ол 23 жаста болатын. Алматы мемлекеттік өнер академиясын биыл ғана бітірген. Дипломдық жұмысы үшін үздік деген баға алған. Оқытушысы Мұхтар Сейткали апай. Сенің қолында талант бар, Айгерім. Шетелде оқса болатын еді деп еді. Шетел. Ол сөз қазір басқа ғаламшардан естілетіндей. Атасы Дәулет Серіков 6 ай бұрын инсульт алды. Оң жағы жансызданды, сөйлеуі бұзылды. Дәрігерлер бір жерде қалпына келет деді. Бірақ ол үшін Германияда немесе Израильде емделу керек. Сомасын айтқанда, анасы Гүлнар орындықтан жығылып кете жаздады. 7 миллион теңге. Оларда 2 миллион бар еді. Жинаған, сыйлық қалған, кейбірін жерден тапқандай. 5 миллион жоқ. Айгерімнің ағасы Санжар Ресейде жұмыс істейді. Екатеринбургте. Ол да жіберді. Сол ай ішінде 100 мың теңге. Мен де қиналып тұрмын апа деп хат жазды анасына. Анасы сол хатты жыртып тастады. Содан кейін жинап, тегіс қылып, сөмкесіне салды. Неге сақтағанын Айгерім де білмейді. Сурет сату идеясы бір кеш пайда болды. Айгерім ателье деп атайтын бөлмесінде, шын мәнінде ол кішкентай балкон ғана. Бірақ сол жерде оның мольберті, бояулары, барлығы тұратын. Отырып, аяқталмаған жұмысты қарап отырды. Қабырғада 30 жуық картина, академияда салған, үйде салған отырды. Кейбірі жарысқа берілген, кейбірі сыйлыққа берілген деп ойлаған, бірақ бермеген. Олар тұрады, жай тұрады. Ол бір картинаны алды. Қазақ даласы, күз. Сарғайған шөп, алыстағы тау, аспанда жалғыз бұлт. Сол бұлтты салғанда 2 сағат жұмсаған еді, оның пішіні дәл болсын деп. Дәл не дегені ол өзі де білмейді, бірақ сол бұлт дұрыс болды. Мұнаны кім сатып алады деп өзінен өз сұрады. Содан кейін кім алмайды деп жауап берді. Келесі таңертең ол 6 картинаны алып Жібек жолына шықты. Бірінші күн 0 сатылым. Бірақ бір кемпір тоқтады. 70 жастан асқан, шашы ақ, киімі таза. Ол картиналарды ұзақ қарады. Айгерім ештеңе айтпады. Сатушы болып жарнама жасаудың орнына жай қарап тұрды. Кемпір бір картинаға қысқы, Алматы, медеу маңы, мұзда ойнаған балалар саусағын созды. Бұл қай жыл деп сұрады. Бұл ешқандай жыл емес деді Айгерім. Мен ойдан салдым, бірақ сол балалардың бірі мен болдым. Кемпір оны қарады, ұзақ. Содан кейін менің де болдым деді. Бірақ мен сатып ала алмаймын, зейнетақы. Ол кетіп қалды. Айгерімнің жүрегінде ештеңе болмады. Не ренжу, не өкіну. Тек сол кемпірдің менің де болдым деген сөзі қалды. Кейін ол оны басқа картинаға салды. Бірақ бұл туралы кейін. Екінші күні бір жас жігіт сатып алды. Студент, суретші емес, экономика факультетінен. Бөлмеме іліп қоямын деді. 6000 теңге. Айгерім рахмет айтты. Үйге келіп, сол 6000 теңгені столға қойды. Анасы қарады. Бұл не? Картина сатылды. Анасы ештеңе айтпады. Тек сол 6000 теңгені алып, шкафтың үстіндегі қорапқа ем үшін деп жазылған салды. Қорапта сол кезде 2 миллион 76 мың теңге болатын. 5 миллионға дейін 7 жылдан астам уақыт, немесе бір ғажайып. Ғажайыптарға Айгерім ересек адамша сенбейтін еді, бірақ балалық шақта сенген.
Атасы Дәулет оны ертіп таулы жолдармен жүретін. Атасы геолог болған, зейнетке шыққанша, содан кейін бақшада картоп өсірген, балықтарға азық берген. Айгерімге ең алғаш бояу алып берген де сол, 6-шы сыныпта берген. Мынаны көрдің бе деп айтатын, бір тасты алып, мынаның ішінде миллион жыл тарих бар, сен де солай сал. Ол сол тасты әлі сақтайды. Жасыл сыр, ортасында ақ жолақ. Бояу алып берген күні атасы сатып алған. Мынаны ұстап тұрсам қолым дұрыс салат деген. Қазір сол тас Айгерімнің бояу жәшігінің ішінде жатады. Ол оны шығармайды, тек кейде ұстайды. Атасы ауырып жатқан палатаға барған сайын Айгерім сол тасты алып барады. Атасының оң қолы жансыз, бірақ сол қолымен ұстайды, ұзақ ұстайды. Дәрігер ынталандыру маңызды дейді. Айгерім білмейді, тас ынталандыра ма, бірақ атасының бетіндегі бір нәрсе жұмсарады. Мүмкін ол жай жаттан, мүмкін одан да тереңнен. 7-ші күні ол жібек жолына 9 картина алып шықты. Таңертеңгі 11-де орнатты. Аспан бұлтты болатын, жел болды. Сол тастар жақсы ұстады. Картиналары әртүрлі болатын, дала пейзаждары, Алматының ескі аулалары, ағаш есіктер, тас баспалдақтар, жерде ойнаған мысық. Бір картинада нан пісіріп жатқан қария әйел, беті жарықты, көздері жабық. Бір картинада бос орындық, керезе, сыртта жаңбыр. Сол бос орындықты ерекше жақсы көретін. Ол оны сатқысы келмеді, бірақ қойды, өйткені мақсат бар. Сағат 3 шамасында адамдар аздап тарала бастаған. Түскі ыстық басылған, жанынан бір топ өтіртті. Алдыңғы екеуі іскерлік костюмде, телефонмен сөйлесіп. Артынан тағы екеуі, бірі папка ұстаған. Барлығы асығыс, барлығы маңызды адамдардай. Солардың бірі ортасындағы ең асыл киінген тоқтады. Айгерім алдымен байқамады. Ол картинаның бұрышын түзетіп жатқан. Содан кейін аяқ дыбысы тоқтағанын сезді, басын көтерді. Ер адам, 45-тен асқан шамасы, шашы сәл ағарған. Костюмі Айгерімнің бағасын білмейтін, бірақ мұндай костюм арзан болмайтынын түсінетін. Сұр. Ол картинаны қарап тұрды, бос орындықты. Айгерімнің жүрегі бір соқты. Ол ештеңе айтпады. Ер адамды айтпады. Оның артынан келе жатқан адам папкалы, бір нәрсе деді. Ер адам қолын сілтеді. Жай байқаусыз, күте тұр дегендей. Адам тоқтады. Ер адам картинаға жақындады. Бір қадам, содан кейін тағы бір қадам. Ол оны ұзақ қарады. Айгерім санады. Өзі де білмей, 15 секунд, 20, 30. Мынаны кім салған, деп сұрады ол. Дауысы тыныш, бірақ үйренген дауыс, бұйырмайтын, бірақ жауап күтетін. Мен, деді Айгерім. Ер адам бұрылды, оны қарады. Айгерімнің беті бояудақтары болатын, жеңіндегі де, ол жуып кетуді ұмытқан. Жасыңыз? 23. Ол тағы картинаға бұрылды. Мұндағы орындық бос, бірақ жалғыз емес. Айгерім оны қалай түсінерін білмеді. Ол ештеңе айтпады. Неше тұрады, деп сұрады ер адам. Айгерімнің тілі байланды. Ол осы картинаға баға қойған. 25 мың теңге. Бірақ сатқысы келмейтін. Бірақ сатуы керек. Бірақ 25 мың, деді ол. Ер адам оны қарады. Бір сәт. Сіз суретші болып оқыдыңыз ба? Иә, биыл бітірдім. Неге мұнда тұрсыз? Айгерімнің жауабы дайын болатын. Суретімді сатамын деп. Бірақ сол сәтте ол басқа нәрсе айтты. Неге айтқанын кейін де түсінбеді. Атам ауру, ем үшін ақша керек. Ер адам ештеңе айтпады. Ол қалтасына қолын салды. Айгерім ойлады. Сейф, карта, телефон шығарады деп. Бірақ ол визит карточка шығарды. Ескі үлгі, қарапайым, тек аты, телефоны. Ертең осы нөмірге хабарласыңыз, деді ол. Сағат 10-да. Карточканы ұсынды. Айгерім алды. Қолы сәл дірілдеді. Бояудан ба, суықтан ба, немесе басқа нәрседен, ол өзі де білмеді. Ер адам бұрылды. Папкалы адам жанына жүгірді. Олар жүрді. 1 минуттан кейін жоқ. Айгерім визит карточканы қарады. Нұрлан Байсейітов деп жазылған. Астында ірі компанияның аты. Айгерімге ол таныс болатын. Газеттен оқыған, теледидардан көрген. Бірақ ол адамның суреті ешқашан газеттегімен сәйкеспеді. Газеттегі суреттер мұндай адамдарды үлкен, жарқын, жасанды етіп көрсетеді. Бұл адам жай адам болатын. Тек қарашы, бос орындықты 30 секунд қарады. Айгерім карточканы бояу жәшігіне салды. Атасының тасының жанына.
Кеш үйге келіп, анасына ештеңе айтпады. Тек бүгін бірде-бір картина сатылмады деді. Бұл жалған болатын. Бірақ шындықты айтуға ол дайын болмады. Өйткені не болатынын білмейді. Өйткені ертеңге дейін ол тек визит карточка. Визит карточка жатқан жерде, бояу жәшігінің ішінде, атасының тасының жанында, таңертең де сол жерде болатын. Айгерім ұйықтамады. Дұрысы ұйықтады. Бірақ жарты сағаттан кейін оянды. Содан кейін тағы. Содан кейін тастап берді. Сағат 5-те тұрып, ас үйге кірді. Шай қойды. Терезеден Алматының таңы. Жоғарда тауларда мұз ерімеген, олар жарқырап тұрды. Айгерім оларды қарады. Шайын ішті. Ештеңе ойламауға тырысты. Болмады. Нұрлан Байсейітов. Ол есімді ол бірінші рет екінші курста естіді. Экономика пәнінің оқытушысы бір дәрісте айтып өтті. Мұнадай кәсіпкерлер бар, олардан үйрену керек деген мағынада. Айгерім сол кезде қызықпады. Ол экономика оқымады, суреттер салды. Ал суретшіге миллиардерлердің аты не керек? Кейін газеттен, теледидардан. Бірақ ол адамдарды Айгерім ешқашан өз өміріне жақын санамады. Олар басқа дүниеде, жарқын суреттерде, үлкен кабинеттерде. Кеше ол тоқтаған. Бос орындықты 30 секунд қараған. Айгерім шайын ішіп болды. Кесені жуды, терезені жапты. Анасы сағат 7-де тұрды. Атасының дауысы бөлмеден бірдеңе деді. Анасы жауап берді. Айгерім естіді. Ұйықтай бер, ерте, деді анасы. Атасы тағы бірдеңе. Анасы күлді. Жай, ақырын. Таңертең осылай күледі. Күндізгіше емес. Айгерім тыңдады. Ол таңертеңгі сол күлкіні 23 жылда есіне алмаған, бар екенін білетін, бірақ ойламаған. Қазір тыңдады. Атасы Сейіт Дүйсенбекұлы ауырғанға дейін таңертең ерте тұратын, бақшаға шығатын, қызанақтарын тексеретін, қайтып біріп анасына: "Су аздау керген екенсің, немесе бүгін жаңбыр болмайды" деп айтатын. Ол метеоролог болмаған, колхозда тракторист болған, зейнеткер, бірақ аспанды оқуды білетін. Айгерім сол қабілетті мұра алмады. Ол аспанды салуды білетін, бірақ оқуды жоқ. Енді атасы бақшаға шықпайды. Айгерім тұрып бөлмесіне кірді. Жәшікті алды. Визит карточканы қолына ұстады. Тасты дастады. Екеуін бірге. Тас атасы берген. Қолына ұстады. Айгерімге 10 жасында. Мұнаны ал деген. Бұл далада тапқаным. Жай тас, бірақ жақсы тас. Айгерім сол кезде күлген. Жай тас деген не? Барлық тас жай. Атасы да күлген. Бірақ тасты алды. 23 жылда жоғалтпады. Сағат 10 болуға 1 сағат бар. Айгерім жуынды, киінді. Анасы ас үйде тұрды. Нан пісіріп жатқан. Пештің иісі бүкіл пәтерге тарады. Айгерім кірді. Ерте тұрдың, деді анасы, бұрылмай. Ұйықтай алмадым. Анасы: "Зейнеп апа", бұрылды. Айгерімді қарады. Ол анасының қарасын жақсы білетін. Ауырып па деген қарас, жасырып па деген қарас, ештеңе жоқ деген қарас. Бұл жасырып па болатын. Не болды? Ештеңе. Айгерім отырды. Кеше базарда бір адам келді. Визит карточка берді. Бүгін хабарлас деді. Анасы күтті. Нұрлан Байсейітов, деді Айгерім. Анасының қолы тоқтады. Ол Айгерімге бұрылды. Кім? Байсейітов. Компанияның. Айгерім тоқтады. Анам, мен де білмеймін. Ол картинаны қарады. Содан кейін карточка берді. Ертең хабарлас деді. Анасы ештеңе айтпады. Ол қолын алжапқышқа сүртті. Отырды. Екеуі үстелдің екі жағында. Ол не айтты, деді анасы ақырын. Картинаны қарады. Мұнаны кім салған деп сұрады. Мен, дедім. Содан кейін Айгерім тоқтады. Не айтқанын айтуы керек пе? Атам туралы айтып қалдым. Ем керек деп. Анасының беті өзгерді. Айгерім оны аңғарды. Бірақ қалай өзгергенін айта алмайды. Жұмсармады, қатаймады, жай өзгерді. Неге айттың? Білмеймін, деді Айгерім. Шынымен білмеймін. Өзінен өзі шықты. Анасы тұрды. Нанға бұрылды. Жұмысын жалғастырды. Хабарлас, деді ол, бұрылмай. Бірақ ештеңе күтпе. Адамдар визит карточка беріп, ұмытып кетеді. Білемін. Хабарлас. Айгерім телефонды алды. Сағат 9:55. 5 минут. Ол телефонды үстелге қойды. Тұрды. Терезеге барды. Көшеде таңертеңгі Алматы. Машиналар, адамдар. Бір жерде ит үреді. Дүкеннің алдында сатушы теңдік орнатып жатыр. Кәдімгі таңертең. Сағат 10 болды. Айгерім телефонды алды. Нөмірді терді.
Қоңырау шалды. Бір сигнал. 2. Алло. Дауыс кеше естіген. Бір сигнал. Тыныш, үйренген. Сәлеметсіз бе? Мен... Айгерімнің дауысы сәл дірілдеді. Кеше базарда кездескен болатынбыз. Сіз карточка бердіңіз. Білемін, деді ол. Күтіп тұрдым. Сіздің атыңыз? Айгерім. Айгерім Дүйсенбекова. Айгерім. Ол қайталады. Бүгін бос па сіз? Айгерім бір сәт тоқтады. Иә. Онда сағат 12-де кездесейік. Мекен-жайды жіберемін. Қысқа үзіліс. Суреттеріңізді алып келіңіз. Бірнеше данасын. Базардағы бар болса да жақсы. Жарайды. Жақсы. Ол тоқтады. Айгерім ойлады. Бітті деп. Бірақ ол тағы бір нәрсе деді. Кеше сіздің картинаны ұзақ қарадым. Үйге барғаннан кейін де ойладым. Сол орындық бос, бірақ жылы. Мұны суретші бірден түсінбейді. Мұны тек сезген адам салады. Айгерім ештеңе айтпады. Сағат 12-де деді ол. Қоңырауды қойды. Анасы ас үйде тұрды. Айгерімнің бетін қарады. Не деді? Кездесуге шақырды. Сағат 12-де. Айгерімнің дауысы өзіне де таңсын естілді. Тыныш, бірақ бірдеңе өзгерген. Суреттерімді алып келуімді сұрады. Анасы ештеңе айтпады. Нанын кесті, тарелкаға салды. Айгерімнің алдына қойды. Же деді. Аш қарынмен бармайсың. Айгерім отырды. Жеді. Нан жама пісірілген, жылы. Анасының нанының иісі. Ол иісті Айгерім ешқайда сата алмайды. Салтта бере алмайды. Бірақ 23 жылда сол иіс оның үшін үй дегенді білдіреді. Анам, деді ол. Не? Атам бүгін қалай? Анасы бір сәт тоқтады. Түні жақсы өтті, ұйықтады. Жақсы. Айгерім нанын жеп болды, тұрды. Бөлмесіне кірді. Суреттерін қарады. Қабырғада, еденде, папкада. Қайсысын алу керек? Ол ойлады. Базардағы 5 картинаны оларды біледі, бірақ тағы қандай? Ол папканы ашты. Ішінде соңғы жылдың жұмыстары. Оқу бітіргеннен бергі. Кейбірі аяқталмаған, кейбірі ол өзі ұнатпайтын, кейбірі тым жеке, тым ішкі, бейтаныс адамға көрсетуге болмайтындай. Ол бір суретте тоқтады. Ол оны биыл наурызда салған. Атасы ауыртқан кезде, дала, кең, сарғыш. Ортасында тракторист, арқасы қаратылған, алдында жер. Жер жырылмаған, тың. Тракторист тұр, бірақ трактор жоқ, жай тұр. Айгерім оны ешкімге көрсетпеген, анасына да. Бұл атасы туралы, бірақ атасы емес. Бұл бір нәрсе тоқтаған адам туралы. Жолдың ортасында. Ол суретті алды. Базардағы 5 картинамен бірге папкаға салды. Сосын тоқтады. Алып тастады. Тағы салды. Анасы есікті қақты. Такси шақырайын ба? Жоқ, өзім барам, деді Айгерім. Метромен. Мекен-жай жіберді ме? Иә. Телефонды қарады. Хабарлама келген. Мекен-жай. Айгерім таныды. Орталық, іскерлік квартал. Барамын. Анасы бір сәт тұрды. Айгерім. Не? Ештеңеге қол қоймайсың. Қандай қағаз болса да маған айтасың. Анам, ол суретімді сатып алғысы келетін шығар. Ештеңеге қол қоймайсың деп қайталады анасы. Дауысы жұмсақ, бірақ бекем. Мен сенемін саған, тек осы. Айгерім папкасын алды. Жарайды. Есіктен шыққанда атасының бөлмесінен дауыс естілді. Айгерім тоқтады. Тыңдады. Атасы бірдеңе айтты. Анық емес, сөздер білінбеді. Бірақ дауысы бар, тірі. Айгерім метроға түсті. Вагон таңертеңгі толы. Адамдар жұмысқа барады. Жанында студент, тізесінде кітап. Алдында егде әйел, қолында пакет. Барлығы өз дүниесінде. Айгерім папкасын тізесіне қойды. Ішінде суреттер. Ішінде тракторист, арқасы қаратылған. Ол терезеге қарады. Жер асты туннелі, қараңғы. Жарық тек вагон ішінде. Айгерімнің беті керезеде. Бояудағы жоқ, жуып кеткен. Бірақ саусақтарының астында сары бояудың іздері. Мұны жуу қиын. Ол жанындағы студентті қарады. Студент кітабын оқып отыр. Не оқып жатыр? Айгерімге білінбеді. Бірақ студенттің беті тыныш. Ештеңе күтпейтін бет. Айгерімнің беті өзгеше. Ол мұны сезді. Вагонның терезесінде өз бетін көрген кезде. Ол ештеңе деп айта алмайды. Үміт деп те, қорқыныш деп те. Жай өзгеше. Бір нәрсе болмақ. Не болатынын ол білмейді. Станция аты жарияланды. Айгерім тұрды. Папкасын алды. Есікке жылжыды. Жоғары шыққанда Алматының ортасы. Биік ғимараттар, шыны беттер. Айгерімнің туып өскен ауданы панельді үйлер, ескі ағаштар. Мұнда жоқ. Айгерім мұнда бәрі тіп-тік, жана, жылтыр. Ол мекен-жайды тексерді, жүрді.
Ғимарат 16 қабатты. Кіреберісте күзетші. Айгерім атын айтты. Күзетші телефонмен сөйлесті, өткізді. Лифт жылдам, тыныш. 11 қабат. Есік ашылды. Дәліз ұзын, жарық. Айгерім жүрді. Соңындағы есік ашықтырды. Ішінен дауыс. Бірнеше адам сөйлесіп жатыр. Айгерім тоқтады. Есіктің алдында. Ішінде кең бөлме. Терезелер үлкен, алматы көрінеді. Үстелде қағаздар, ноутбук. Бірнеше адам тұр, отыр. Бұрышта кеше көрген адам. Нұрлан Байсейітов. Ол телефонмен сөйлесіп тұр. Айгерімге арқасын беріп. Жанындағы жас қыз. Қолында блокнот. Айгерімді көрді. Айгерім Дүйсенбекова ма, деді ол. Иә. Қыз Байсейітовке бірдеңе деді. Ол бұрылды. Телефонды қойды. Айгерімді қарады. Келдіңіз, деді. Суреттеріңізді алдыңыз ба? Иә. Онда отырыңыз. Айгерім отырды. Папкасын тізесіне қойды. Байсейітов бірдеңе айтты бөлмедегі адамдарға. Олар шықты. Жас қыз да шықты. Есікті жапты. Бөлмеде екеуі қалды. Байсейітов Айгерімнің қарсысына отырды. Қолын үстелге қойды. Айгерімді қарады. Кеше сияқты, тыныш, асықпай. Суреттеріңізді көрсетіңіз, деді ол. Айгерім папкасын ашты. Бірінші суретті алды. Қолын ұстады. Байсейітов алды, қарады. Бір сурет, екінші, үшінші. Базардағы 5 картина. Барлығын қарады. Тыныш, сөйлемей. Содан кейін папкада тракторист қалды. Арқасы қаратылған. Айгерім оны алмады. Байсейітов күтті. Тағы бар ма, деді ол. Айгерім тоқтады. Тағы бар ма, деді ол. Айгерім папкаға қарады. Трактористтің суреті ішінде. Арқасы қаратылған. Байсейітов оны сұрап тұр. Ол алды. Үстелге қойды. Байсейітов суретке қарады. Ұзақ қарады. Басқа суреттерге қараған уақытынан ұзағырақ. Айгерім мұны санады. Неге санады? Өзі де білмейді. Жай санады. Бұл кім, деді ол ақырында. Атам. Байсейітов Айгерімге қарады. Содан кейін суретке. Содан кейін тағы Айгерімге. Ол трактористі болған? Иә, 70 жылдары, Павлодар облысы. Байсейітов тағы бір сәт қарады. Суретті алды, жақын ұстады. Айгерім байқады. Ол тракторды емес, арқаны қарайды, иықтарды. Ол жерде бірдеңе бар. Айгерім мұны өзде жақсы біледі. Бірдеңе. Оны суретке салу оңай болмаған. Неге арқасын беріп тұр, деді Байсейітов. Айгерім тоқтады. Бұл сұрақты ешкім бермеген. Базарда ешкім. Суретті қараған адамдар ескі трактор, дала, қызық деді. Бірі совет заманы деді. Бірақ неге арқасын беріп тұр, жоқ. Мен оны осылай көрдім, деді Айгерім. Қашан? Балалық шағымда. Ол ерте тұрып кететін, мен де тұрып кетемін, жасырын. Терезеден қарайтынмын, ол далаға шығатын, тұратын арқасын беріп. Не қарайды, мен ешқашан білмедім. Ол ешқашан айтпады. Байсейітов суретті үстелге қойды, бірақ алмады, алдында қалдырды. Ол қазір тірі ме? Иә, ауру. Ол үшін Айгерім тоқтады. Ол үшін мен мұнда деп айтпады. Байсейітов мұны білетін шығар. Кеше диас айтқан, немесе айтпаған. Айгерім білмейді. Ол үшін суреттерді сатасыз, деді Байсейітов. Сұрақ емес, тіркеу ғана. Иә. Байсейітов орнынан тұрды. Терезеге барды. Алматы сыртта. Биік жерден қала кішірейеді. Адамдар көрінбейді. Кек шыны ғимараттар, тік жолдар. Алыста Алатаудың күңгірт желкені. Айгерім оның арқасын қарады. Байсейітовтың арқасы қара костюм, тік. Мұны қарап, ол кенеттен атасының суретін ойлады. Арқасы қаратылған тракторист, арқасы қаратылған миллиардер. Екеуі де терезеге немесе далаға бірдеңеге қарайды. Бірақ не қарайтынын айтпайды. Сізге ұсыныс айтайын, деді Байсейітов терезеден бұрылмай. Айгерім күтті. 5 суретті базардағы бағамен алам. 5 картина, 25 мың теңге. Ол тоқтады. Бірақ трактористі жоқ. Айгерім сезді. Бірдеңе жылжыды, кеудесінің ішінде. 25 мың бұл аз, мұны ол біледі. Операция бұдан бірнеше есе қымбат. Бірақ ол трактористі жоқ деді. Неге, деді Айгерім. Байсейітов бұрылды. Өйткені ол сатуға арналмаған. Айгерім оны қарады. Байсейітов тыныш. Оның бетінде еш нәрсе жоқ. Бірақ даусында бірдеңе бар. Байсейітов тыныш. Ол мұны жасырып тұрған жоқ. Бірақ ашып та айтпайды. Сіз қалай білесіз, деді Айгерім. Білмеймін, деді ол. Бірақ сізде сатқыңыз келмейді. Сіз оны соңынан алдыңыз.
алғашқы суреттерді бірден алдыңыз. Трактористі соңынан. Айгерім ештеңе айтпады. Ол дұрыс айтты. Айгерім мұны жоққа шығара алмайды. Тракторист папкада ең соңында болды. Ол оны алған кезде 1 секунд тоқтады. Байсейітов мұны байқаған. 25 мың деді Айгерім. Бұл аз. Иә деді Байсейітов. Ол мұны жоқтамады. Операция бұдан қымбат. Қанша? Айгерім айтты. Сан ауада тұрды. Ол үлкен сан. Айгерім мұны дауыстап айтқан кезде одан да үлкен болып кетті. Байсейітов ештеңе демеді, жай тыңдады. Мен трактористі сатпаймын деді Айгерім. Ол мұны шешпеген, жай айтты. Айтып болған кезде мұның дұрыс екенін сезді. Байсейітов басын изеді. Жарайды. 25 мың аламын. Жарайды. Ол үстелдің жанына келді. Жас қызды шақырды. Есіктен кіреді. Байсейітов бірдеңе деді. Ол шықты. Айгерім суреттерді жинады. Трактористі папкаға салды. Байсейітов оны тоқтатпады. Бірнеше минуттан кейін жас қыз оралды. Конвертті Байсейітовке берді. Ол Айгерімге берді. Санаңыз. Айгерім санады. 25 мың бар. Ол конвертті сөмкесіне салды. Рахмет деді ол. Байсейітов отырды. Суреттерге қарады. Үстелде жатыр. 5 картина. Базар. Дала. Бір кемпір. Кешкі аспан. Балалар. Сіз қай жерде оқыдыңыз деді ол. Мен оқымадым. Байсейітов Айгерімге қарады. Суретке оқымадыңыз? Жоқ. Мектеп бітірдім. Ақша болмады. Өзім үйрендім. Байсейітов бір сәт тыныш болды. Неше жастасыз? 23. Ол тағы тыныш болды. Айгерім оның не ойлайтынын білмейді. Оның беті оқылмайды. Бизнесмендердің беті осылай болады шығар. Айгерім мұны бұрын білмейтін, бірақ қазір сезеді. Сізге тағы бір ұсыныс бар деді Байсейітов. Айгерім күтті. Мен 2 аптадан кейін Алматыда бір іс-шара өткіземін. Жеке іс-шара, шағын. Шамамен 50 адам. Менің серіктестерім, достарым. Ол тоқтады. Шағын. Сол жерде сіздің суреттеріңізді қоюға болады. 5 емес, 10 немесе 15. Адамдар қарайды. Сатып алғысы келсе, сатасыз. Айгерім тыңдады. Бұл галерея емес деп жалғастырды ол. Ресми ештеңе жоқ. Жай адамдар жиналады. Тамақ ішеді, сөйлеседі. Суреттер қабырғада тұрады. Кімде-кім сұраса, сіз сөйлесесіз. Неге? Деді Айгерім. Байсейітов оны қарады. Неге? Неге сіз мұны ұсынасыз? Байсейітов үстелге қолын қойды. Саусақтармен бірдеңе тықылдатты. Бір рет. Өйткені базарда суреттерін сататын адамдарды мен бұрын да көрдім. Бірақ тракторист бұрын болмаған. Айгерім ештеңе айтпады. Сіз ойлайсыз, ол маған ақша беріп, мені пайдаланғысы келеді. Немесе ол мені жалықтырмақ. Немесе тағы бірдеңе, деді Байсейітов. Дауысы тіп-тік, ашу жоқ. Мен сіздің не ойлайтыныңызды білмеймін, бірақ ұсыныс осы. Қабыл аласыз ба жоқ па, сіздің шешіміңіз. Айгерім сөмкесіндегі конвертті сезді. 25 мың, жеңіл, бірақ бар. Операция, одан алыс, бірақ бар. Мен ойланайын деді ол. Жарайды. Байсейітов тұрды. Диас сізге телефон береді. 5 күн ішінде жауап берсеңіз, жеткілікті. Айгерім тұрды. Папкасын алды. Байсейітов оны есікке дейін шығармады. Жас қыз шықты. Айгерімді дәлізге алып шықты. Лифтте Айгерім жалғыз. Айна лифттің ішінде. Ол өзін қарады. Папка қолда. Тракторист ішінде. Лифт ашылды. Кіреберіс, күзетші. Сыртта Алматы. Айгерім шықты. Ауа суық, желді. Ол тоқтады. Ғимараттың алдында. Адамдар өтіп жатыр. Машиналар. Ешкім оған қарамайды. Конверт сөмкеде. 25 мың. Ол телефонын алды. Анасына хабарлады. Алдым, жолдам. Анасы бірден жауап берді. Қол қойдың ба? Айгерім күлді. Жарты күлкі ерні ғана. Жоқ, тек ақша. Анасы. Жақсы, үйге кел. Айгерім телефонды сөмкесіне салды. Метроға жүрді. Жер астына түскенде платформада күтті. Поезд келеді. Дыбысы алдымен. Содан кейін жел. Содан кейін жарық. Айгерім вагонға мінді. Отырды. Папкасын тізесіне қойды. Ол Байсейітовтың сөздерін ойлады. Тракторист бұрын болмаған. Тізесіне қойды. Бұл мақтау ма? Ол мақтауды білетін адамдай айтпады. Ол тіркеді. Байқаған нәрсесін айтты. Айгерім мұның айырмашылығын сезеді. Мақтау мен байқау арасындағы. Вагон жүрді. Туннель қараңғы. Терезеде Айгерімнің беті тағы. Ол 15-ке дейін суретін салу керек. 2 апта бар. Бар, бірақ аз.
Ол жұмыс істейді. Күндіз жарты ставка, дүкенде, кешке салады, кейде түнде. 15 сурет, 2 апта. Бірақ ол мұны қабыл алмаған. Ол ойланайын деді. Айгерім терезеге қарады. Туннель аяқталды, станция, жарық. Адамдар кіреді, шығады. Ол ойлады, атасы бүгін қалай? Ертеңге дейін анасы айтар. Немесе айтпас, жақсы болса ғана айтады. Жаман болса, дауысынан білінеді, сөзінен емес. Поезд тағы жүрді. Айгерімнің папкасының ішінде тракторист, арқасы қаратылған. Ол не қарайды, Айгерім бала кезінде де білмеді, қазір де білмейді. Бірақ ол суретті салған кезде білуге тырыспаған. Жай сол арқаны салған, иықтарды, таңертеңгі даланы. Байсейітіп сол арқаны қараған, ұзақ. Айгерімнің станциясы жарияланды, ол тұрды. Жоғары шыққанда өз ауданы. Панельдейлер, ескі ағаштар, жапырақтары сарғайып барады. Дүкеннің алдында 2 кемпір сөйлесіп тұр. Үй жақын, ол жүрді. Кіргенде дәлізде аяқ киімдерін шешті. Анасының дауысы ас үйден. Келдің бе? Иә. Тамақ ішесің бе? Ас үйге кіремін. Ол папкасын бөлмесіне апарды, үстелге қойды. Трактористі алды. Қараңғы бөлмеде де суреттің бояулары білінеді. Сары, қоңыр, ақшыл аспан. Айгерім суретті стенаға сүйеді. Отырды. Оның алдында, еденде. Байсейітіктің іс-шарасы 50 адам. Серіктестер, достар. Сатып алғысы келсе, сатасыз. Айгерім ойлады. Мен не саталамын? Трактористі жоқ. Мұны ол білді. Байсейітіктің кабинетінде айтпас бұрын. Ол мұны сезді, суретті алған кезде. Бірақ басқа суреттер бар. Ол неше жыл бойы салды. Блокноттар 3. Кенептер аздау, бояу қымбат. Бірақ бар. Анасы кірді, есіктен басын сұқты. Тамақ суық жатыр. Кіремін. Анасы тоқтады. Айгерімді қарады. Еденде отырған, суреттің алдында. Не болды? Ештеңе. Еденде отырған. Ол тағы бір ұсыныс берді. Қандай? Айгерім анасына қарады. Іс-шарада суреттерімді қоюды сұрады. 2 аптадан кейін. Анасы кірді, есікті жаппады. Дәлізден жарық кіреді. Ол Айгерімнің жанына отырды. Еденге емес, кереуеттің шетіне. Не дейсің, деді анасы. Білмеймін. Ол ақша бере ме? Жоқ. Сатылса, сатасың. Анасы тыныш болды. Айгерім мұны күтті. Анасы жоқ дейді, немесе сақ бол дейді. Анасы суретке қарады, трактористке. Атаңды суреттің алдында отырсын, деді ол ақырында. Иә. Ол бүгін 2 рет тұрды. Өзі. Мен ұстамадым. Айгерімнің кеудесінде бірдеңе жылжыды. Жылы, бірақ ауыртатын. 2 рет? Иә. Таңертең дәретханаға, түсте терезеге барды. Тұрды, 1 минут. Содан кейін қайтты. Айгерім суретке қарады. Тракторист терезеге бармаған. Ол далада тұр. Бірақ бірдей. Арқасы қаратылған. Бірдеңеге қарайды. Мен іс-шараға барам, деді Айгерім. Анасы оны қарады. Шештім бе? Иә. Анасы ештеңе демеді. Ол тұрды. Есікке барды. Тоқтады. 2 апта 14 күн. Айгерім санады. 1-ші күні. Содан бері санауды тоқтатты. Таңертең 6-да тұрды. Анасы ас үйде. Шай қайнатып жатыр. Атасы бөлмеде ұйықтайды. Ол ұйықтаған кезде тыныс алуы естіледі. Тыныш, бірақ ауыр. Сол ауырлықты Айгерім бала кезінде де сезген. Атасы ауырып қалған кезде, жылдар бұрын. Бірақ сол кезде ол жазылды. Қазір басқа. Айгерім ас үйге кірді. Анасы оған қарамай шай құйды. Бүгін жұмысқа барасың ба? Иә, түсте қайтамын. Кешке жұмыс. Анасы шынаяқты қойды. Қай жұмыс? Суреттер. 11 күн қалды. Анасы отырды. Екеуі тыныш отырды. Шай ішті. Терезеден таңертеңгі аула. Бір кемпір иті серуендетіп жүр. Ит кіші, ақ, жерде иіскейді. Кемпір тоқтап аспанға қарады. Атаң кеше ұзақ ұйықтады, деді анасы. Дәрі берді дәрігер. Жана. Жақсы ма? Ұйқы жақсы, бірақ бас айналады дейді. Тұрғанда. Айгерім шынаяқты 2 қолмен ұстады. Жылы. Ол мұны жиі жасайды, ұстайды. Жылуын сезеді. Мен іс-шарадан кейін ақша болса дәрігерге барамыз. Жақсысына. Анасы ештеңе демеді. Кейін ақша болса жақсы деген жоқ. Болмайды деген жоқ. Ол шай ішті. Мұны Айгерім түсінеді. Анасы үміт ұстамайды. Ол сенімін жоғалтпаған. Жоқ, бірақ үміт ауыртады. Анасы мұны ерте білген. Дүкенде жарты күн өтті. Айгерім кассада отырды. Адамдар өтті. Нан алды, сүт алды. Балалар тәттілерді қарады.
Бір жасөспірім қыз 13 шамасында кітап алды. Ескі, мұқабасы тозған. Айгерім оның бетіне қарады. Ол кітапты ұстаған кезде, саусақтары кітаптың жиегін ұстаған кезде бірдеңе танысы болды. Жасөспірім жоғары қарады. Неге қарайсыз? Кешір. Айгерім бетін бұрды. Кітап жақсы ма? Білмеймін, алып көрейін деп. Ол ақша берді, кетті. Айгерім оның артынан қарады. Жасөспірім шыққанда есіктен, сыртта жел, жапырақ ұшты. Айгерім ойлады. Мен де солай алдым, алып көрейін деп. Суретті, 12-де. Анасының ескі бояулары кептелген, жарты түтік. Ол кептелгенді суретпен тазалады, бояуды сыртқа шығарды. Қызыл шықты. Ол қызылды саусағымен алды, және қағазға басты. Қол шықты, оның қолы. Сол суретті ол сақтаған. Блокноттың ең соңғы бетінде. Түсте үйге қайтты. Атасы бөлмеде отыр. Терезеге қарайды. Айгерім кірді. Ата? Ол бұрылды. Жүзі сарғыш, бірақ көздері сол. Жарық, ашық. Атасының көздері кішкентайынан жасыл емес, қоңыр емес, арасында бірдеңе. Айгерім балалық кезінде оны жаздың түсі деп атаған. Атасы күлген. Келдің бе деді ол. Сұрамады, тіркеді. Қалайсыз? Отырмын. Айгерім оның жанына отырды. Кереуеттің шетіне, терезеден аула. Сол кемпір тағы иті жоқ. Өзі отыр, скамейкада, аспанға қарайды. Ата, мен іс-шараға барамын, деді Айгерім. Суреттерімді қояды. Атасы оны қарады. Суреттеріңді? Бір кісі үлкен іс-шара жасайды. Ол суреттерімді алды. Қоямын, деді. Атасы тағы терезеге бұрылды. Сатылады ма? Білмеймін, мүмкін. Қымбат па? Айгерім ойланды. Ол байлар іс-шарасы, мүмкін. Атасы тыныш болды. Сыртта жел. Ағаш бұтағы терезені сипады. Бір рет, екі рет. Сенің суреттерім жақсы, деді атасы ақырында. Мен білемін, екі рет. Сіз менің суреттерімді жақсы деп айтасыз, атам болғандықтан. Жоқ, ол Айгерімге қарады. Мен жақсыны жақсы деп айтамын. Жаман болса айтпаймын. Айгерімнің кеудесінде сол жылылық, ауыртатын. Трактористің де есіндесің бе, деді атасы. Мен сол суретте тұрмын. Ол терезеге қарады. Мен мұны білемін, сен айтпасаң да. Айгерім жауап бермеді. Ол атасының иығына сүйенді. Ақырын, салмақ бермей. Атасы қозғалмады. Терезеден аула. Кемпір скамейкада. Аспан ашық. Кешке жұмыс басталды. Айгерімнің бөлмесі кіші. Үстел, кереует, кенеттер. Ол орын жасады. Кереуетті қабырғаға жылжытты. Үстелді терезеге. Жарық жақсы. Кешке жарық сарғыш, жылы. Суреттер үшін жақсы. Ол папкасын ашты. Іс-шараға не апарады? Байсейітов айтты, 15-ке дейін. Ол санады. Блокноттарда 20-дан астам. Кенеттерде 6. Бірақ бәрі емес. Бәрін апармайды. Айгерім кенептерді қатарға қойды. 6. Қарады. Бірінші, Алматының ескі ауданы. Панелді үйлер. Ортасында бір ескі ағаш. Ол суретті 2 жыл бұрын салды, терезеден қарап. Ағаш күзде, жапырақтары сары, бірақ толық емес, жартысы ғана, жартысы жасыл. Айырым шекара ортасынан өтеді. Екінші, нан пісіріп жатқан қолдар, анасының қолдары. Ол суретті анасы білмейді. Айгерім жасырын салды. Анасы нан илеп жатқан кезде арқасы қаратылған. Тракторист сияқты, бірақ басқа. Анасының арқасы шаршаған, иықтары төмен, бірақ қолдары жұмыс істейді, тоқтамайды. Үшінші, дала, жай дала, аспан үлкен, жер аз. Горизонт жоғарыда. Бұл дұрыс емес, Айгерім білді, бірақ солай салды. Аспан көп болсын деді. Төртінші, балалар, ауланың балалары. Бірі велосипедте. Велосипед ескі, қызыл, тізбегі сыртқа шыққан. Баланың беті жоқ. Айгерім бетін салмады, арқасы қаратылған. Тағы, 5-ші, қыс, терезе мұзданған. Сыртта бірдеңе бар, бірақ білінбейді. Тек жарық. Бір нүкте, алыста. 6-ші, бос кенеп. Ол бастаған, содан тоқтаған. Ортасында бір сызық, қара. Ол не салмақ болды білмейді, бірақ сызық бар. Ортасында бір сызық. Айгерім 6 кенептің алдында тұрды. Қайсысын апарады? Ол трактористі алды, папкасынан. 7-ші, мұны ол санамаған еді, бірақ 7. Байсейітов трактористте ұзақ қарады. Ол мұны айтты.
ұзақ қараттыңыз деп емес, ол сезді. Адам суретке ұзақ қараған кезде тыныс алуы өзгереді. Байсейітовтің тыныс алуы өзгерді. Айгерім трактористі бесіншінің жанына қойды. Терезе қыс. Ішінде жарық нүкте. Бұл екеуі жанаса тұрады деп ойлады ол. Бірі ішінен қарайды, екіншісі сыртта тұр. Сағат 11-де анасы есікті тықылдатты. Ұйықта, ерте тұрасын. Кіремін. Анасы кетті. Айгерім кенептерге қарады. 6 қатарда. Трактористі 7-ші. Ол ойлады. Байсейітов іс-шарасына кім келеді? Серіктестер, достар. Ол айтты. Байлар. Олар суретке қарай ма? Жай қарай ма? Немесе сезе ме? Адамдардың бәрі де суретті сезе бермейді. Айгерім мұны білді, жасөспірімнен бастап. Ол суреттерін мектепте көрсеткен кезде кейбіреулер жақсы деді, кейбіреулер неге беті жоқ деді. Біреу ұзақ қарады. Сол бір адам Айгерімнің сыныптасы, Маша, орыс қыз. Ол ештеңе демеді, тек қарады. Содан кейін мен мұны сатып алар едім, ақшам болса. Ол айтты, ақшам болса. Ақшасы болмады, бірақ айтты. Байсейітовтің іс-шарасында ақшалары бар адамдар. Бірақ қарай ма, сезе ме? Айгерім 5-ші кенепті терезен алды. Мұзданған терезе. Сыртта жарық нүкте. Ол суретке саусағымен тиді, жарық нүктеге. Бояу кеуіп кеткен, кегіс. Бірақ саусағының астында жылы сезілді. Ол суретті қойды. 11 күн. Айгерім блокнотын ашты, жаңасын. Ол жаңа сурет бастайды. Іс-шарада ескілері. Бірақ жаңасы болуы керек. Неге білмейді. Бірақ сезеді. Бір нәрсені салу керек. Қазір, осы кешке. Қалам алды, қарады терезеге. Сыртта түн. Аулада бір фонарь. Жарығы, сарғыш кербеледі. Жел. Ол бастады. Фонарь шықты алдымен. Содан кейін оның астында бірдеңе. Скамейка. Скамейкада бір адам. Кемпір ме, еркек пе білінбейді. Тек отыр. Аспанға қарайды. Айгерім тоқтады, қарады. Сол кемпір таңертеңнен қарайды. Ол аспанға қараған. Иті болды. Содан кейін жоқ болды. Ол жалғыз отырды. Айгерім суретті жалғастырды. Аспан үлкен, жер аз. Тағы. Ол бұл қателікті жасайды. Немесе бұл қателік емес. Скамейкадағы адам кіші. Аспан үлкен. Бірақ адам бар. Отыр. Кетпейді. Айгерім блокнотты жапты. Сағат 12. Ертең жұмыс. 6-да тұру. 11 күн. Ол жатты. Бірақ ұйқы келмеді. Ол жатып ойлады. Байсейітов іс-шарасында кім болады? Олардың арасында бір адам болар. Бір адам суретке ұзақ қарайтын, тыныс алуы өзгеретін, немесе болмас. Айгерім мұны білмейді. Ол тек бір нәрсені білді. 11 күннен кейін іс-шара. Ол барады, суреттерін апарады. Содан кейін не болса сол болады. Атасы бүгін терезеге қарады. 1 минут тұрды өзі. Анасы ұстамады. Бұл жеткілікті қазірге. Бірақ бөлменің бір бұрышында Байсейітовтің іс-шарасы туралы хабарлама. Телефонда. Ол оны оқыған бірнеше рет. Соңғы жолы жаттап алды. Кешкі сағат 7-де. Қонақтар тізімі жабық. Жабық тізім. Айгерім тізімде. Байсейітов оны қосқан. Бірақ хабарламаның соңында бір сөйлем болды. Айгерім оны бірінші оқығанда өткізіп жіберді. Екінші рет байқады. Іс-шараға бір арнайы қонақ келеді. Аты жарияланбайды. Іс-шара алдындағы кеш 5-ші. Айгерім жұмыстан оралды. Сағат 7-де. Аяқ астынан жаңбыр жауды. Автобуста ылғал шинель иісі. Біреудің дымқыл жаға. Ол үйге кірді. Аяқ киімін шешті. Бірақ өтпеді іші. Тура дәліздің өзінде тұрып қалды. Атасының бөлмесінен дыбыс. Анасының дауысы емес. Атасының өзі бірдеңе айтып жатыр. Жай, баяу. Бірақ айтып жатыр. Айгерім жылжыды. Есіктің жанына. Тыңдады. Ол ертемене де келді. 2 рет. Мен оны кетір дедім. Ол кетпеді. Кімді айтып жатыр білмейді. Анасы ма, өзінің ойы ма, Айгерім білмейді. Бірақ атасы сөйлеп жатыр. Атасы сөйлеп жатыр. Ол есікті ашпады. Тұрды. Тыңдады. Ол жақсы бала болды. Жаман емес. Бірақ ақмақ. 1 минут. 2. Содан кейін тынды. Айгерім кухняға өтті. Анасы отыр, үстелде, шай алдында. Ұйықтамаған, беті айтып тұр.
Анасы ол сөйледі, деді Айгерім. Анасы шайнегін қойды. 20 минут. Кімді айтып жатқанын білмеймін. Бала кезіндегі бірін, бірақ сөйледі. Екеуі үнсіз отырды. Айгерім анасының қолын байқады. Үстелдің үстінде жай жатыр. Саусақтары қатты. Ұстап тұрған ештеңе жоқ, бірақ ұстап тұрғандай. Мен суреттерімді ертең жинаймын, деді Айгерім. Байсейітов айтты, бір күн бұрын жеткізу керек. Анасы бас изеді. Ештеңе демеді. Ертеңінде демалыс күні. Айгерім таңертеңнен тұрды. 6-да. Жұмыс жоқ, бірақ ұйқы келмеді. Ол кенептерін жинады. 6-ауын. Трактористі 7-ші. Оның бетіне газет. Газет сарғыш. Жектері ескірген. Атасының ескі газеті. Айгерім оны тапқан кезде ойланды. Содан кейін осы. Газетке орады. Кенептер ірі. 6-ауы ауыр. Ол ойлады. Қалай апарамын? Такси ақша. Автобус мүмкін емес, сыймайды. Байсейітов айтқан болатын, жеткізу керек, бірақ қалай екенін айтпады. Айгерім телефон алды. Байсейітовтің нөміріне жазды. Суреттерді қалай жеткіземін? Жауап 5 минутта. Курьер жіберемін 11-де. 11. Айгерім сағатқа қарады. 8. 3 сағат. Ол атасының бөлмесіне кірді. Атасы ұйықтап жатыр. Тыныс алуы тегіс, баяу. Айгерім кіші орындыққа отырды. Есіктің жанына қарады. Атасының беті өзгерген. Ол жас кезінде суреттерде кең беттілі, қара мұртты. Қазір ол бет жоқ, басқа бет. Бірақ сол адам. Айгерім мұны білді. Сол адам. Өзгерген, бірақ сол. Ол ойлады. Мен оны суреттей алар ма едім, атасын? Жоқ. Ол бұрында ойлаған, жоқ. Кейбір адамдарды суреттей алмайсың. Олар тым жақын. Немесе тым үлкен. Атасы екеуі де. Курьер келді. 11-де емес, 12-де. Жас жігіт, қара куртка, телефонын ұстаған, адресті тексереді. Айгерім кенептерді шығарды. Жігіт қарады. Бірінші кенепке, екіншіге. Сіздің суреттеріміз бе? Иә. Жақсы, деді ол. Жай, ештеңе демей. Бірақ жақсы деді. Ол бұны айтпауы керек еді. Ол жай курьер, бірақ айтты. Айгерім оны тоқтатпады. Рахметте демеді. Тек тұрды, есіктің алдында. Кенеттер кеткенше. Рахметте. Бос бөлме. Ол кірді. Қабырғалар бос. Бұрын кенептер тұрды, қазір жоқ. Бөлме үлкейген сияқты, немесе Айгерім кішірейген. Ол отырды еденге, тура ортасына, арқасы қабырғаға. Жоғары қарады, төбеге. Ақ. Кіші дақ бар, бұрышта, ескі. Балалықтан. 11 күн болды, 5 күн қалды. Байсейітов хабар жіберді, кешке. Айгерім жұмыстан оралған соң. Суреттер жеткізілді, мен қарадым. Трактористі бөлек қоямын. Іс-шараның кіреберісінде. Айгерім хабарды оқыды, бір рет, екінші рет. Содан кейін телефонды қойды. Кіреберісте. Бірінші болып кіреберісте. Ол бұны ойлаған жоқ. Байсейітов шешеді, ол білді. Бірақ кіреберіс бұл бірінші. Қонақтар кірген кезде бірінші көретін, бірінші. Айгерім ойлады. Неге? Трактористі неге кіреберіске? Содан кейін түсінді. Байсейітов та сол суретте бір нәрсе сезді. Ол да тыныс алуы өзгерген адамдардың бірі. Ол да сол адам. Бірақ бұл жақсы ма, жаман ба, Айгерім білмейді. Кіреберіс бәрі көреді, бәрі өтеді. Бірақ өте ме? Тоқтай ма? Адамдар кіреберісте тоқтамайды. Олар кіреді, алға қарайды. Трактористі бүйірде қалар, немесе бір адам тоқтар. Сол кеш Айгерім жама сурет бастады, блокнотта. Скамейкадағы кемпір, ол оны жалғастырды. Аспан үлкен, адам кіші. Бірақ адам отыр, кетпейді. Ол бояуды алды, акварель. Аспанды бояды, сұр. Бірақ сұрдың ішінде көк бар. Жылы сұр. Мұздай сұр емес. Кемпірді комыр, пальто, ескі. Скамейканы қара емес, қою жасыл. Ескі, жарылған. Ол тоқтады, кемпірдің бетіне жеткенде. Бет кіші. Акварельмен бет салу қиын. Ол бірнеше рет сызды, жойды. Сызды, жойды. Содан кейін қалдырды. Бетсіз. Бетсіз дұрыс. Кемпір, кез келген кемпір. Сенің де кемпірің, менің де. Айгерім блокнотты қойды, қарады, суретке. Ол жақсы ма, жаман ба білмейді. Бірақ дұрыс. Осы сурет дұрыс. Ол ойлады. Мынанда апаруым керек педі? Жоқ. Бұл блокнотта. Іс-шарада емес. Бұл өзі үшін.
Іс-шара алдындағы екінші күні Байсейітов қоңырау шалды. Айгерім жұмыста болатын. Кассада. Кезек ұзын. Байсейітов қоңырау шалды. Ол телефонды байқамады. Бір рет. Екінші рет байқады. Байсейітов. 1 минут деді ол кассирге. Шықты. Далаға. Айгерім ханым, Байсейітовтың дауысы. Телефонда да сол. Тегіс. Бір нәрсені айтайын деп едім. Айтыңыз. Арнайы қонақ туралы. Мен оның атын хабарламада жарияламадым. Бірақ сізге айтайын деп едім. Айгерім үнсіз тұрды. Ермек Дәулетов, деді Байсейітов. Оны білесіз бе? Білесіз бе? Айгерім ойлады. Қазақстандағы кім Ермек Дәулетовты білмейді? Ол 10 жыл бұрын ештеңесі жоқ жас жігіт болатын. 10 жылда не болды? Газеттерде жазды. Ол жазды, ол салды, ол сатты. Қазір оның компаниясы Алматыда, Астанада, Дубайда. Оның суреттері оның кабинетінде деп жазды журнал. Атақты суретшілердің суреттері. Білемін, деді Айгерім. Ол өнерді жинайды, қазақстандық суретшілерді іздейді. Мен оны шақырдым, сіздің суреттеріңізді көрсету үшін де. Айгерім үнсіз тұрды. Далада жел. Шашы бетіне жабысты. Ол келеді ме? Ол келемін, деді. Айгерім телефонды ұстап тұрды. Байсейітов тағы бірдеңе айтты. Сізге дайын болыңыз. Іс-шара кешкі 7-де. Бірақ Айгерім тыңдамады. Ол тыңдады, бірақ естімеді. Ермек Дәулетов, трактористі кіреберісте. Ермек Дәулетов кіреді. Ол тоқтай ма? Айгерім кассаға оралды. Жұмыс жалғасты. Кезек адамдар. Чек, сдача, рахмет, сау болыңыз. Бірақ ол машинамен жасады. Қолдары жасады, ойы жоқта. Кешке үйге оралды. Атасы отырып жатыр. Теледидар қосылған, бірақ ол теледидарға қарамайды. Терезеге. Айгерім кірді. Отырды жанына. Атасы бұрылды. Қарады Айгерімге. Таныды. Бүгін таниды. Ертеміне іс-шара бар. Менің суреттерімді көрсетеді. Атасы үнсіз қарады. Бір үлкен адам келеді. Байлардың бірі. Ол суреттерді жинайды. Атасы ештеңе демеді. Бірақ Айгерім байқады. Атасы тыңдады. Тыңдап отыр. Ол сатып алса ақша болады. Дәрі үшін. Дәрігер айтқан жаңа дәрі бар. Германиядан. Қымбат. Бірақ ол тоқтады. Атасы қолын қозғатты. Баяу. Айгерімнің қолына қойды. Үстіне. Ұстаған жоқ. Кек қойды. Баяу. Айгерім сөйлей алмады. Терезеде кеш. Фонарь жанды аулада. Сарғыш жарық. Тербеледі жел. Блокноттағы скамейка. Аспан үлкен. Адам кіші. Бірақ бар. Отыр. Айгерім атасының қолын алды. Екі қолымен ұстады. Ертең іс-шара. Ертең Ермек Дәулетов. Ертең трактористі кіреберісте тұрады. Адамдар өтеді. Біреу тоқтайды, немесе тоқтамайды. Бірақ қазір атасының қолы. Жылы. Тері жұқарған. Тамырлары білінеді, бірақ жылы. Айгерім отырды. Кетпеді. Терезеде фонарь. Тербеледі. Іс-шара кешкі 7-де басталды. Айгерім сағат 5-те жетті. Галерея ашылмай тұрғанда. Байсейітов кіреберісте тұрды. Телефонмен сөйлесіп жатты. Оны көрді. Қолын көтерді. Кіруге ишарат жасады. Ішінде суреттер. Оның суреттері. Кешке ілінген. Бірақ Айгерім оларды бүгін бірінші рет көрді. Сол жақта трактористі. Ортада астық. Оң жақта жылқы, дала, жел. Соңында скамейка. Кемпір. Бетсіз. Ол жүрді, баяу. Суреттің алдында тоқтады. Бірінде, екіншісінде. Трактористінің алдында ем ұзақтырды. Ол өзі салған, бірақ бүгін таныс емес, жаңа. Жақсы ілінген, деді Байсейітов артынан. Жарық дұрыс түсіп тұр. Айгерім бұрылды. Байсейітов суреттерге қарап тұрды. Оның бетінде шын нәрсе бар, жасанды емес. Рахмет, деді Айгерім. Мен рахмет алмаймын. Сіздің суреттеріңіз өздері жауап береді. Ол тағы бірдеңе айтпақ болды. Есік ашылды. Бірінші қонақтар кірді. Адамдар жинала бастады. Айгерім танымайды. Бірінде. Костюмдер, парфюм, биік өкшелер. Олар суреттерге қарады. Кейбіреулері тоқтады, кейбіреулері өтіп кетті. Айгерім бұрышта тұрды. Стакан қолында. Су. Ішпеді, ұстады. Сағат 7:20 болды. Ермек Дәулетов жоқ. Айгерім ойлады. Келмейді. Ойлады. Дұрыс. Ойлады. Ештеңе өзгермейді. Бірақ ойлады. Солай деп ойлап, ойлаған жоқ. Сағат 7:35 болды. Есік ашылды. Айгерім бұрылмады. Бірден. 1 секунд өтті.
Екінші. Содан кейін бұрылды. Ермек Дәулетов есікте тұрды. Оны Айгерім суреттен таниды. Журналда, газетте. Бірақ суреттегіден кішірек, Айгерім суреттен таниды. Яғни, кішірек емес, жай адам. Биік, иығы кен, шашы аздап сыр, жасы 40-тың үстінде. Костюм қымбат, бірақ ол костюмды киген жоқ. Костюм оны киген сияқты. Байсейітов жүгірді. Жоқ, жүгірмеді. Жылдам жүрді. Қол берді. Олар сөйлесті, кіреберісте. Айгерім тыңдамады, тыңдай алмады. Алыс. Ермек Дәулетов суреттерге қарады, кіреберістен. Байсейітов бірдеңе айтты, ол тыңдады, бірақ суреттерге қарады. Содан кейін жүрді, ішке. Ол трактористіден бастады. Айгерім байқады. Ол трактористінің алдында тоқтады. Ұзақ. Байсейітов жанында тұрды, бірдеңе айтты. Ермек Дәулетов қолын көтерді, баяу, тыныш дегендей. Байсейітов тыйылды. Ермек Дәулетов трактористіге қарады. 1 минут, 2 минут. Айгерім санады, өзі де білмей. Содан кейін ол жүрді. Астыққа, тоқтады. Жылқыға, тоқтады. Скамейкаға, тоқтады. Ем ұзақ. Скамейкада, бетсіз кемпірде. Айгерім ойлады, неге бұл суретте тоқтады? Бұл ең қарапайым, бұл блокноттан, бұл соңғы минутта қосылған. Ермек Дәулетов бұрылды, Байсейітовқа. Бірдеңе деді, Айгерім естімеді. Байсейітов Айгерімге қарады, ишарат жасады, жақын кел. Айгерім стаканды қойды, жүрді. Жақын келгенде Ермек Дәулетов бұрылды, қарады. Оның көзі сұр, немесе жасыл, жарықта айыру қиын. Сіз бе суретші, деді ол. Дауысы тегіс. Байсейітовтың дауысы сияқты. Бірақ Байсейітовтікі жасанды тегіс. Бұл шынымен тегіс. Иә. Айгерім Сейітқали? Иә. Ол тағы суретке бұрылды, скамейкаға. Мұндағы кемпірдің беті жоқ. Иә. Неге? Айгерім ойлады 1 секунд, содан кейін айтты. Бет салсам, бір кемпір болады. Бетсіз кез келген кемпір. Сіздің де кемпіріңіз, менің де. Ермек Дәулетов үнсіз тұрды. Айгерім ойлады, артық айтты. Ойлады, жаман. Ермек Дәулетов, менің апам жоқ. 22 жасымда қайтты. Айгерім ештеңе демеді. Бірақ осы суретте ол тоқтады. Қалай жасадыңыз мұны? Білмеймін, деді Айгерім. Жасадым, солай шықты. Ермек Дәулетов бұрылды, Байсейітовқа. Осы 5 суреттің бағасы? Байсейітов айтты, сан. Осы Айгерім естіді, сан. Ол белгілеген баға. 1 ай бұрын ойлаған баға. Ол кезде асып кетті деп ойлаған. Ермек Дәулетов. 2 есе. Байсейітов үнсіз тұрды. 2 есе, қайталады Ермек Дәулетов. 5 суреттің барлығы, бүгін. Айгерім есіне алады. Содан кейін не болды? Бірақ нақты емес. Байсейітов бірдеңе айтты. Ермек Дәулетов бірдеңе қол қойды. Айгерімнің де қолтаңбасы сыралды. Ол қол қойды. Қолы дірілдемеді. Дірілдеуі керек еді, бірақ дірілдемеді. Бос болды. Машинамен. Адамдар айналасында сөйлесіп жатты. Бір әйел келді. Сіздің суреттеріңіз керемет деді. Айгерім рахмет деді. Тағы бір адам бірдеңе сұрады. Айгерім жауап берді. Бірақ ол жоқта болды. Ол атасының қолын ойлады. Жылы, тері жұқарған. Тамырлары білінеді. Германиядан дәрі. Дәрігер айтқан баға. Ол есептеді. Бұрын. Жетіспейді деп ойлаған. Бүгін жетеді. Жетіп артылады. Ойлады. Ертең дәрігерге қоңырау шалам. Ойлады. Содан кейін тоқтады. Тоқтады. Себебі бір нәрсені сезді. Мұны ойлаған жоқ. Сезді. Бұл бәрін шешпейді. Ақша. Дәрі алады. Дәрі. Альцгеймерді емдемейді. Дәрі баяулатады. Тоқтатпайды. Атасы кетеді. Ертерек немесе кешірек. Бұл өзгермейді. Бірақ бүгін атасы Айгерімді таниды. Бүгін атасының қолы жылы болды. Бүгін болды. Іс-шара аяқталды. Сағат 10-да. Адамдар кетті. Байсейітов шаршаған, бірақ қуанышты. Ол Айгерімнің қолын қысты. Сіз керемет деді ол. Сіз рахмет деді Айгерім. Сіз болмасаңыз, мен тек есік аштым. Сіздің суреттеріңіз өздері кірді. Айгерім сыртқа шықты. Түн. Алматының түні ешқашан қараңғы емес. Фонарлар, машина шамдары, жарнама. Аспан сарғыш. Жұлдыздар білінбейді. Ол тоқтады. Кіреберісте. Трактористі ішінде.
5 суреттің барлығы ішінде. Ертең оларды алып кетеді. Ермек Дәулетовтың офисіне. Алматы не Астана білмейді. Ол трактористіні ешқашан көрмейді. Ермек Дәулетовтың кабинетінде тұрады. Айгерімсіз. Ешқашан көрмейді. Ойлады. Дұрыс па? Өзіңнің суретіңді беру солай ма? Бөлік өзіңнің кесіп беру. Ойлады. Содан кейін жауап тапты. Жоқ, дұрыс емес. Бірақ керек. Бұл екеуі бірге болуы мүмкін. Телефон шырылдады. Байсейітов жоқ. Таныс емес нөмір. Ол алды. Айгерім ханым, Ермек Дәулетовтың дауысы. Иә, Байсейітовтан нөміріңізді алдым, кешіріңіз. Жарайды, 1 секунд. Мен бір нәрсе айтпақпын, деді Ермек Дәулетов. Іскери мәселе емес, жеке. Айгерім тыңдады. Апамның суреті жоқ. 22 жасында мен кедей болдым. Суретке ақша болмады. Содан кейін ақша болды, бірақ апам жоқ болды. Ол тоқтады. Сіздің скамейкадағы кемпір апам. Мен оны сатып алдым. Осы себеппен. Бұны сізге айтқым келді. Айгерім үнсіз тұрды. Суреттеріңіз жақсы, деді ол. Бірақ бұл сурет жеке. Маған жеке. Рахмет. Телефон өшті. Айгерім тұрды. Кіреберісте. Ұзақ. Ол ойлады. Бетсіз кемпір апасы болды. Менің де кемпірім. Оның да апасы. Байсейітовтің де кімдір? Ол суретті салғанда бір ғана адамды ойламаған. Ойлаған жалпы. Бірақ жалпы болғаны нақты болды. Нақты адамға. Ойлады. Суреттің күші осы. Саусақтармен бояу жоқ. Осы. Айгерім жүрді. Автобус аялдамасына. Кеш. Автобус жиі емес. Ол тосты. Ауада күз. Жапырақ жоқ, бірақ иіс бар. Жер суланған иіс. Алыстан машина шамдары. Ол ойлады. Ертең дәрігерге қоңырау. Ертең ақша аударылады. Ертең Германиядан дәрі тапсырысы. Ертең атасын айтам. Айтам не деп? Ата, суреттерім сатылды деп айтам. Ол түсіне ме? Бүгін түсінеді. Ертең білмейді. Бірақ бүгін айтам. Автобус келді. Ол мінді. Ішінде бірнеше адам. Шаршаған адамдар. Кешкі адамдар. Олардың бардығының өз скамейкасы бар. Өз терезесі. Өз фонары. Айгерім отырды терезе жанына. Қарады далаға. Алматы өтіп жатты. Жарықтар, ғимараттар, адамдар. Трактористі ішінде, галереяда. 5 сурет. Ертең кетеді. Ол жаңасын салады. Бұл білді. Жаңа полотно бар, үйде. Бояу бітіп бара жатыр. Бірақ ең керектілері бар. Не саламын білмейді. Бірақ салады. Атасы терезеде отырады. Фонарь тербеледі. Айгерім кіреді. Отырады жанына. Бүгін осы. Ертең дәрігер, ақша, дәрі. Ертең іс-шара аяқталды. Жаңа сурет басталды. Бірақ қазір автобус, терезе, Алматы. Ол жеткілікті. Айгерім қолын терезеге тигізді. Салқын. Шыны салқын. Сыртта жел. Ағаш тербеледі. Жапырақсыз ағаш. Бірақ бар, тұр. Автобус жүрді.